الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على رسوله المصطفى وبعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين. Bizler İmam Nevavi rahimahullahu ta'alaның Riyadus-Salihin atты kitabынан сабақ өтіп жатқан едік. 15-ші хадиске келіп тоқтағанбыз. Абу Хамза Анас ибн Малик радиаллаху анху жеткізген хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның қызметшісі болған сахаба бұлай деп айтты дейді. Жалпы біздің әдетіміз білесіздер, хадисті жеткізуші сахабаның да өміріне кішкене тоқталып кететін жайымыз бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Мединеге қоныс аударған кезде Анас ибн Малик радиаллаху анху жас бала болған. Анасы оны Аллах субханаху ва тааланың елшісіне қызмет жасауға табыстаған. Ол кісі пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның сапарында да, тұрғындық кезінде де, барлық уақытында қызметінде болған. Тіпті пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дүние салғанынша жанынан бір елі ажырамастан қызметінде болған. Сондықтан да ол кісіге хадиму расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям деген ат берілген. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның қызметшісі деген ат берілген. Қандай үлкен мәртебе. Пайғамбарымыздың қызметшісі деген атылған. Сол кісіге пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір риза болғандығынан, өте қатты риза болғандығынан, ва раббымалла, бұның бала шағасын және мал дәулетін мол қыл, әрі оған береке бер деп дұға жасаған. Ол кісінің бала шағасы өте көп болған, немере шөбересі өте көп болған. Егер сол кезде есептейтін болса, мен ойлаймын, Гиннестің рекордтар кітабына кіргізіп жіберуге болатындай деңгейде өте көп болған. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның бір дұғасы. Негізі бұрыннан келе жатқан, білесіздер, қазақта ақсақалдан, ғалымнан бата алу деген нәрсе бар. Үлкен ел ағасынан бата алу деген нәрсе бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның осы жолмен жүрген халде дана халқымыз осы нәрсеге мұқият болғанын баршамыз білеміз. Мәселен, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Ибн Аббас деген сахабаға дұға қылды да: Аллахумма фаққиху фиддин ва аллимху тәуилах. Ва раббымалла, бұның діни түсінігін кең қыл және Құранның мағынасын үйрет деп дұға қылды. Ол кезде кішкентай бала еді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дүние салғаннан кейін Ибн Аббас радиаллаху анху туржуманул Құран, Құранның аудармашысы деген ат алды. Өз араб тілінде. Бірақ арабтардың өзі түсінбейтін кейбір деталдар, кейбір мәселелер болады. Сол үшін ол кісі Құранның аудармашысы деген ат алды. Ешқандай сахабаға қойылмаған, ешбір сахабаға берілмеген атақ. Тура сол секілді имам Анас ибн Малик радиаллаху анху да осындай ат алды. Енді ол кісі сахабалардың ішінде ең көп, ең ұзақ өмір кешкен сахаба болды. 100-ден асып кетті жасы. Тіпті ол кісі дүние салған кезде табиғиндер жылаған, еңіреген. Бүгін ғылымның жартысы кетіп қалды деген. Неге? Өйткені дейді, нәпсі қалауына еріп, дінді бұрмалап жатқан адаммен сөз таластырып қалсақ, қоя тұр. Мына жерде пайғамбардың көзін көрген адам бар. Кәне соған барайық. Соған төрелікке жүгінейік деп айтатын едік дейді тірі кезінде. Ол кісі өмірінің соңына шейін ақыл есі бұзылмастан тетік болған, ширақ болған. Сұрақтарымызға жауап беретін еді дейді. Ал ол кісі кеткеннен кейін пайғамбардың көзін көрген адам кетті деп зарлап қалды. Ең соңғы кеткен адам дейді кейбір риуаяттарда. Тағы бір мәселе бар.
Білесіздер, біз 4 мазхабтың ішінде имам Ағзам деген не? Ең ұлы имам. Имамун Аъзам. Осы 4 имамның ішіндегі ең ұлысы имам Абу Ханифа ан-Нуъман радиаллаху анхудың мазхабын ұстанамыз. Сол кісіні біз табиғин дейміз. Табиғин деген не? Табиғин деген пайғамбарды көргендерді сахаба дейміз. Пайғамбарды көріп оған иман келтірген сахабалардың көзін көрген мұсылмандарды табиғин дейміз. Табиғиндерді көргендер табиғин дейміз. Табиғиндерге ерушілер дейміз. Сол пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сахабаларынан бірі Анас ибн Маликтің көзін көрген тұлға болған бұл кісі. Ондай бақыт 4 имамның ішінде тек қана Абу Ханифаға ғана бұйыртқан. Абу Ханифаның ғана қол жеткен сахаба болған. Табиғин болған. Енді қараңыз. Сондай ұлы тұлға. Үш жерде тақырыптан шығу болса да айта кететін нәрсе, жалпы әкем марқұм айтатын, діни саладағы адам жасы өткеннен кейін, пенсияға шыққаннан кейін, оған көңіл бөлместен, баяғыдай жұмысы жоқ, баяғыдай қызметте емес деп қарауға әсте болмайды. Діни саладағы адам жасы өткен сайын оның біліммен көрген білгендігі, даналығы бір ұштаса бастайды. Ол білімі жағынан өзінен әлде қайда көп болған жас жігіттерге қарағанда дұрыс шешім айта білуі мүмкін. Неге? Оның көргендігі, білімі бірге ұштасты. Сондықтан да ислам әлемінде әсіресе ақсақалдарды қатты құрметтейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ақсақалдарды құрметтеуге хадистер бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадистері бар. Ақсақалдарды құрметтеңіздер деген мағынада хадистері бар. Ал егер ол ғалым болатын болса, оны еселеп құрметтейді. Сондықтан да Анас ибн Малик радиаллаху анху дүние салған кезде табиғиндер өте қатты қайғырған. Бір буын кетті деген сөз, қараңызшы. Сахабалардың барлығы неге тұратын болғанда? Тізімде тұратын болғанда, қай сахаба қай жерде бар деген нәрсе тұратын болғанда қолдарында. Соңғы сахаба кетті дегенде бір буын кетті. Мына әлемден пайғамбарды көрген адам кетті деп. Қандай сезімде болды? Сол кісі жеткізген хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи айтып жатыр. Лиллахи афраху би таубати абдихи мин ахадикум сақата аля ба'ирихи ва қад адаллаху фи ардин фалатин. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليه طعامه وشرابه فأئس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أئس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Bir adam bolsa deydi, Allah Tağala pendesine егер тәубе қылатын болса, сондай қатты риза болады. Оның мысалы дейді, бір адам ен далада, шөл далада түйесімен, көлігімен келе жатыр. Оның ішінде су бар еді, тағамы бар еді, барлық нәрсесі бар еді. Одан түсіп қалды да түйесі қашып кетті. Барлық нәрсесін алып кетіп қалды. Үміті жоқ, жете алмайды. Халден таяды. Сөйтіп бір ағаштың көлеңкесінде жатып бітті. Оның алдында өлімді күтуден басқа еш нәрсе жоқ. Жәрдем беретін адам жоқ. Көмек қолын созатын ешкім жоқ. Бір талдың көлеңкесінде жатқан кезде оянып қалса, жаңағы көлігі су бар, тағам бар, киім-кешегі бар, барлық нәрсесімен қасында тұрса, қалай қуанады? Тіпті ол қуанғандығынан сөздерін жаңылыстырып, «Уа Раббым Алла,
сен менің Раббымсың, Құдайымсың, мен сенің пендеңмін деудің орнына, уа Раббым Алла, сен менің пендемсің, мен сенің Құдайыңмын деп айтып жіберетіндей сөзден жаңылысып қалды. Сондай қатты қуанған адамның қуанышынан да қатты Алла тағала риза болады дейді. Өзіңіз ойлай беріңіз, Алла субханаху ва тағаланың ризашылығына жету емес пе? Біреуге бір жақсылық жасаса, Алла разы болсын деп жатамыз. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.